саяхатқа келіп тұрмыз. Кітап бұрышына. Кітап бұрышына келіп тұр екен. Балалар қарайықшы, кітап бұрышында әдемі неше түрлі кітаптар бар екен. Балалар, біз кітапты бүлдіруге бола ма? Болмайды. Кітап сызуға бола ма? Болмайды. Кітапты ұқыпты ұстауымыз керек. Балалар, кітап бұрышындағы әртүрлі кітаптармен сіздер таныстырып өтейін. Мына кітап балалар жануарлар туралы ертегілер. Қандай жануарларды білеміз? Аю, тұян, сиыр. Ал мына кітап балалар отбасы туралы екен. Біздің отбасымызда кімдер бар? Әке, ана, ата, әже. Жақсы балалар. Сонымен қатар көптеген ертегі кітаптар бар екен. Үй жануарлары да туралы кітаптар бар екен. Сонымен қатар балалар біздің ақын жазушыларымыздың өлеңдері бар екен, тақпақтары бар екен айтатын. Балалар, кітап сатылмас қазына дейді. Қандай дейді? Сатылмас қазына дейді. Кітап білім бұлағы дейді. Айтайық, кітап білім бұлағы. Сіздер ертең мектепке барғанда түрлі кітаптар оқитын дәрежеге жетесіңдер. Ал балалар, осы кітаптан біздің үйренгеніміз көп қой. Кәне, қандай жаңылтпаш білеміз? Димаш, айта қойшы. Сұлтан, айта қойшы. Жаңылтпашымды айта қойшы. Ай, Ұшып кетті ай. ұшып кетті. Ұшып кетті торғай. Жақсы. Тақым жаңылтпаш біледі. Ай, ала. Ян, зігіп қоян. Ян, бұл қоян месаян. Жақсы балалар. Сонымен қатар өзге Абайдың өлеңдерін оқып үйреніп жатырмыз. Алдағы уақытта көптеген өлеңдерін үйренеміз. Абайдың өлеңдерін кім біледі? Айриза, айта қойшы. Абай Құнанбай. Кімін таппай мақтан ба, кімін таппай бөкте ба, кімін атып жаттан ба. Онда тұсқа күлі жетпіш нәрседен ғашық бол, кім нәрседен асық бол. Оған қайғы ішін сіздірен өмірін артында. Өсе өтіп мұқтан шақ, үйеншек бекен марша шақ, үш дұшпаннан бірсіңіз, қойбен дектерен ғой, қанағат рақын ойлап. Өте жақсы. Тағы кім біледі өлеңін? Айша. Әнді сүйсі, дүние ойдан шығады. Өзімді ұмытып. Өте жақсы. Қалған топқа барғасын жақсы далғастырып айтамыз. Жақсы балалар. Кітап бұрышына сіздерге саяхат ұнады ма? Енді өзіміздің қолымыздағы кітаптармен күнде танысып отырамыз. Жақсы ма? Рахмет. Кітап досың, жолдасың, өмірдегі жолбасшың. Жақын жүрсең оған сен, жаман бала болмассың. Жақын жүрсең оған сен, жаман бала болмассың. Табысты